Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен қызылшадан фасоль бұршағынан салат жасайтын боламыз. Видеоны көріп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі қызылша, бұл жерде пісіріп қойғанбыз. Тұзатылған қияр, пияз, лимон керек болады. Банкідегі бұршақ, фасоль бұршағы, тұз, қызыл бұрыш, бальзам соусы, соя соусы, оливка майы, шағын кішкене шекер керек болады. Сосын дәмдеуіштерден сарымсақ, күнжіт және орегано дәмдеуші керек болады. Бұл жерде бұршағымыз дайын, қызылшамыз піскен. Бізге қазір пиязымызды маринаттаймыз. Майдалау етіп бөлшектеп аламыз. Осыны бірінші кішкене жарты минутқа ыстық су құямыз, қайнап тұрған. Жарты минут қана ұстайтын боламыз. Ащысы кету үшін. Содан кейін суын сырғып алып тастаймыз да, үстіне мұздай су құйып, 1-2 минутқа қойып қоямыз. Оны суды алып, үстіне кішкене шекерімізді, 1 шай қасықтай тұзымызды, 1 шай қасықтай лимонымызды салып, шамалы су құйып, енді бетін жауып қоя тұрамыз. Енді соусын дайындайтын боламыз. Бұл жерде оливка майынан 2 қасық, соевый соустан 1 қасық, тұз, шекер, қызыл бұрыш, бальзам соусы 1 қасық, 1 шай қасықпен, орегано дәмдеуші, сарымсақтан 1,5 қасықтай шай қасықпен салдым. Кішкене 1 қасықтай шай қасықтай лимонымызды салып, жақсылап араластырып, бұны да дайындап қоятын боламыз. Біз оға деурі тұзатылған қиярымызбен қызылшамызды майдалап, көбік қып турайтын боламыз. Салатымыз өте дәмді, витаминге бай болады. Осындай қысқы уақытта, қысқы ауасында өте керемет салат, жеңіл, өте жылдам орындалады. Жағдайында істеп көрсеңіздер болады. Үстіне дайын бұршағымызды, фасоль бұршағын араластырамыз. Маринаттап қойған пиязымызды салатын боламыз. Дайындап қойған соусымызды саламыз. Бұл жерде тұзы да бәрі де дайын, өзін ғана араластыратын боламыз. Мен сіздерге укропты қосуды айтпаппын, ұмытып кетіппін, енді қосып жатырмын. Майдалап турап, үстіне укроп қосатын боламыз. Дәмі тіптен керемет болады. Жақсылап араластырамыз. Шамалы уақытқа қойып қойсаңыз болады. Сосын кейін ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынуға болады. Бетіне күнжітімізді сеуіп, әрлеп, дастарханға ұсынамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңында көрсеңіз, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар.